Сәлем достар, бүгін өте керемет, дәмді болатын торт дайындайтын боламыз. 2 жұмыртқаның үстінен 300 мл сүтті құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Одан соң 70 грамм қантты саламыз. Енді 180 грамм ұнды және де 20 грамм какао, 1 шай қасық разрыхительді салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң қайнап тұрған ыстық судан 200 мл құямыз. Міндетті түрде қайнаған болуы қажет. Одан соң жақсылап араластырамыз. Осылай көпіршиді. Және де 2 ас қасық сұйық майды құйып араластырамыз біркелкі қалыпқа енгенше. Бізде дәл осындай масса шығуы қажет. Енді пісіретін табамызды қыздырамыз, сковородкамызды. Осылай құйып, блинчиктерді пісіріп алатын боламыз. Кішкене қалыңдау болуы қажет. Қатты жұқай емес. Барлығын осылай дайындап аламыз. Міне осынша 20 шақтадай блинчик шығатын болады. Ал енді крем дайындауға кірісеміз. Ең бірінші желатинге салқын суды құйып, араластырып қоямыз. Упаковканың сыртында жазылып тұрады, қанша уақытта бұғып шығатыны. Менікі 15 минутта көтеріліп шықты, ісініп. Одан соң қаймақты аламыз, 700 грамм, үстінен 200 грамм сахарная пудраны саламыз. Енді екеуін жақсылап миксерлеп алатын боламыз, біркелкі қалыпқа енгенше. Міне біздің креміміз осылай біркелкі болуы қажет. Одан соң бананды алып, өзімізге керек формада осылай кесіп аламыз. Банан немесе өзіңіздің қалауыңызша жеміс жидектер кез келгені болады. Өзіңіздің таңдауыңызда құлпынай да қоссаңыз болады. Міне желатин осылай ісінді. Енді желатинді микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп аламыз. Одан соң осылай үстінен құйып, тез-тез жақсылап араластыратын боламыз. Көп араластырудың қажеті жоқ, жақсылап араласқанша ғана. Одан соң желатин бізде тез қатып қалатын болады, сондықтан қалған заттарды тез дайындау қажет. Осылай формамыздың астынан 1-2 осылай блинчикті саламыз. Енді осылай пилайларды алып, үстінен блинчиктерімізді саламыз, және де кремімізді салып, үстінен өзіміздің ойымыздағы жеміс жидекті саламыз, және де қайтадан кремді салып, жауып шығатын боламыз. Осылай енді тортымызды жинаймыз. Негізі өте оңай, дәмді болып шығады. Осы рецептімен дайындап көрсеңіз, еш өкінбейсіз деген ойдамын. Міне барлығын осылай дәл видеода көрсетілгендей, бірінші крем, одан соң банан, одан соң тағы да крем, және де жинап шығамыз. Желатинді араластырған кезде крем сұйылып кететін болса, одан еш қорқудың қажеті жоқ, ол тез қатады. Мендегі крем уже қою болып қалды. Осылай барлығын салып шығамыз. Ал енді қалған банандарды осылай үстінен салып шығамыз, және де бағанағы креміміз егер қатты қою болып кеткен болса, микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп алып, үстінен құйып шығамыз. Мен ерітіп алып, осылай құйдым. Барлығы жеріне жақсы жетуі үшін. Ал енді үстінен осылай лопаткамен басып шығамыз, және де қалған блинчиктерімізді үстінен салып шығатын боламыз. Осылай бетінен кішкене басып, холодильникке жарты сағаттай уақытқа қалдыратын боламыз. Ал енді ганашымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге темный шоколад және де 20 грамм сары майды ерітіп алу қажет. Водяной баняда немесе микроволновкада. Біздің тортымыз дайын. Міне осылай қатты кремі. Енді үстінен ерітілген шоколадымызды жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне жеткізіп. Бұл негізі міндетті емес. Өзіңіздің қалауыңызша жасасаңыз, әсемдесеңіз болады. Ал енді бетіне әсемдік үшін қалған банандарымызды осылай кесіп, әдемілеп қойып шығатын боламыз. Сонымен біздің тортымыз дайын. Асқа бере берсеңіздер болады. Ешкімнің көңілін қалдырмайтын торт кез келген адамның ойынан шығады. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз.
дәмі енді өте керемет болып шыққан. Сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сондықтан өздеріңіз жасап, дәмін татып көріңіздер. Осы видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыз. Ас болсын!